2025 жылы Қаратау ауданында табиғи газбен қамту көрсеткішін 100%-ға жеткізу межесі қойылып отыр. Бұл туралы аудан әкімі Рахымберді Мүлкеманов 2022 жылы 9 айда атқарылған жұмыстары бойынша есеп беру жиынында айтты. Бүгінде аудандағы 17 елді мекен сапалы ауыз сумен, 5 елді мекенде кәріз жүйесі толық орнатылған. Ал қазіргі таңда аудандағы 19 елді мекенде кәріз жүйесін қамту бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде, дейді аудан әкімі. Қаратау ауданында табиғи газбен 18 елді мекен қамтылған, ал мүлдем газсыз отырған 3 елді мекен бар. Осы жылы 6 елді мекен Тұран, Досты, Қайнарбұлақ, Тассай, Асар-2, Нұртас, ал 2023 жылы Бозарық елді мекенін сапалы ауыз сумен қамту жоспарлануда, дейді спикер. Сонымен қатар 2025 жылға дейін 441 мың километрді құрайтын 466 көше жолдарына асфальт төселіп жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Өткізген жиналыстардың нәтижесінде 456 мәселе бізге енгізген. Оның ішінде 132 жол қоғамдық көлік бойынша, 107 инфрақұрылым бойынша, 41 әлеуметтік бойынша, 48 жер мәселесі, 31 тұрғын үй мәселесі, 36 бейне бақылау интернет мәселесі, 61 өзге мәселелер енгізген. Бүгінгі таңда оның 261 шешімі табылды, 195-і орындалуда. Биыл 192 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. 2278 адам жұмыспен қамтылып, ауыл шаруашылығы саласына 11 миллиард теңге қаржы тартылған. Осылайша әлеуметтік салаға біршама қаражат бөлініп отыр, дейді аудан әкімі. Мына жерде салыстырмалы түрде айтып отырмыз. Былтыр жылы 580 жеке заңды тұлғадан өтініш келіп түссе, биыл 9 айда 539 болып тұр. Бұл 7%-ға төмен болып тұр. Сонымен қатар кіріс құжаттарда 20%-ға төмендеген, шығыс құжаттарды 8%-ға, жалпы 9 айда былтыр жылмен салыстырғанда төмендеп отыр. Жалпы бұл жылы Қаратау ауданы әкімшілігі аппаратына 6 миллиардтан аса қаржы бөлініп, аудан бойынша 9 айлық жоспарды орындауға 3 миллиард 479 миллион жұмсалған екен. Сондай-ақ есеп беру барысында көлік магистралы, табиғи газбен қамту, кәріз жүйесімен қамту, электр қуатымен қамту, көлік инфрақұрылымы, қала көшелерін жарықтандыру бойынша жүйелі жоспарлармен бөлісті. Диана Біржанова, Руслан Тілеубердиев.